Біз капиталды ары қарай жалғастырамыз. Цилиндрлік, яғни икинді белдемшесін, канилердің барлығын толығымен бітірдік. Бізде қалғаны енді абака. Абаканы мұнда қарасаңыздар, дәл ортасынан бөлініп тұрғандай. Міне. Яғни ортасынан төмен түп түзу жазықтық, жоғар жағында бізде мына жерден көріп тұрсыздар, бұрышынан, қиғашынан кетеді және жоғары қарай тік кетеді. Оны жасау үшін біз дәл екіге бөлеміз. Міне. Мына жерден де дәл екіге бөлеміз. Және оң жақтан да дәл екіге бөлеміз. Осы жерде оң жақ шетін цилиндрдің оң жақ шетімен параллель сызамыз. Ортасын ортаңғы канилердің бағытымен параллельно. Және сол жақ шеті цилиндрға параллельно. Міне. Енді мына жерден аламыз да осы нүктелерді аламыз. Енді жоғарғы бөлігін тағы да екіге бөлеміз. Және одан жоғары бөлікті біз үш бөлікке бөлеміз. Үштен бір бөлігі міне. Осыдан тігінен сызықтарын жібереміз. Және осы шетінен қиғашынан жібереміз. Жерді қысқартайық. Егер тым қатты ұзын сияқты болса, онда қысқарта салыңыздар. Мына жерден айтпақшы, қарындашты тігінен қоятын болсақ, демек мына жерден қысқартуымыз керек болады. Міне. Осы жерден қысқартамыз. Бізді оң жағы тым ұзын болып кетіпті. Мына жерден қараймыз. Енді сол жағын сызықтарын барынша түп түзу жасауға тырысыңыздар. Мінекейіңіз. Осымен бізде капитель толығымен аяқталды. Артық сызықтарын өлшеміз. Және мынаның арасындағы сызықтарды капительдің өзін қалдырамыз. Көмекші сызықтардың барлығын өшіріп тастасаңыздар дұрыс болады. Осылайша капитель бізде толығымен аяқталды. Енді қалғаны штрихтау.